Асық деген бұл төртлік малдан шығады. Үлкен малдардан үлкен асықтар шығады. Кішкентай асықтар қойдан шығады. Бұл асықтан түрлі ойындар болады. Мысалға, қанталапай, асық ату деген ойындар болады. Сен балам, оларды білесің бе асықтарды? Иә, әке, біздің баламыз шамызда асықтар көп. Апайлар ойнатады асықтарды. Отағасы, көктем мезгілі келді. Енді наурызға дайындаламыз ба? Жарайды, онда сыртқа шығып киіз үйді дайындайық, киіз үйді құрайық. Жарайды, ендеше балам, әкеңізге көмектесейік, иә? Жарайды. Кел балам, киіз үйді құрып бастайық. Шаңырақтан бастайық бірінші. Әке, мынау қай жаққа еді? Шаңырақты биікке қоямыз. Шаңырағымыз биік болсын деген ырыммен жоғарыға қоямыз. Ендеше әкесі, мен де сендерге көмектесейін. Балам, бұл уық. Уық дегеніміз керек емес шаңырақты ұштастыратын ағаш болып саналады. Анашым, мен де көмектесейін. Жарайды, Қанеке, әкеңе көмектесейік. Анашым, бұл не? Балам, бұл керегелердің басын тартып байлайтын жалпақ бау деген аталады. Балам, мынау міне қазақтың қасиетті домбырасы. Мына жерге іліп қоямыз. Анашым, бұл не? Балам, бұл ағаш төсек деп аталады. Бұл төсек жайлы төсек. Бұл төсекке жатқан кезде адамның ағзасындағы қандарымыз айналып, жақсы тынығып ұйықтайтын боламыз. Балам, Қанекей, төсек үстіне қоятын көрпешелерді алып келші. Ой, жарайсың, балам. Менің балам өзі ақылды. Үйімізді жабдықтап алайық. Мартай, балам, қане қожымды алып келе қойшы. Қазір, анашым. Ой, жарайсың, балам. Балам, бұл біздің өзіміздің қожынымыз. Қожын қазақы оюлармен әсемделген. Бұл қожынның өзінің екі қалташасы болады. Мұнда біз Мартай, өзіміздің тәттілерімізді, құртымызды сақтаймыз. Қанекей, мен іліп жіберейін. Міне балам, біз ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық киіз үйімізді құрастырып болдық. Иә балам, киіз үйдің ішін өзіміздің ұлттық құндылықтарымызбен жабдықтадық. Анашым, киіз үйді құруды үйрендім. Әке, киіз үй керемет болды. Ой,